Құрметті менің каналымның оқырмандары, каналға қош келдіңіздер. Подписацияны басып қойыңыздар, көптеген видеоларды көретін боласыздар. Бірінші бізде 28 бөлу 3,5 тең болады 16 бөлу 2. Осы біздегі пропорцияны пайдаланып, басқа неше пропорция құрастыруға болады дейді. Яғни бұл жерде сандардың орнын ауыстыра отырып, біз пропорциялар құрастырамыз. Бірінші пропорция 2, яғни 2 шеткі сандардың орындарын ауыстырамыз. 2 бөлу 3,5 тең болады 16 бөлу 28. Келесі. Енді ішкі тұрған мына сандарды орнын ауыстырамыз. 28 бөлу 16 тең болады 3,5 бөлу 2. Келесі. 2 бөлу 16 тең болады 3,5 бөлу 28. Келесі пропорция 3,5 бөлу 2, 28 бөлу 16. Келесі 16 бөлу 2, 28 бөлу 3,5. 3,5 бөлу 28 тең 2 бөлінген 16. Осындай пропорцияларды жасап шығуға болады екен. Келесі. Екінші тапсырма. Екінші тапсырмада бізде 127,5 метр матадан 51 көйлек тігілді. Осындай 18 көйлек неше метр матадан тігіледі? Бірінші шартын жазып алайық. 127,5 метрден 51 көйлек. Енді x метр бір көйлек. Енді осы жерден x-ті тауып алайық. X тауып алатын болсақ, біз 1 мен 127,5-ті көбейтеміз де 51-ге бөлеміз. Сол кезде бізде 2,5, яғни бір көйлекке 2,5 метр мата кетеді екен. Онда бізге 18 көйлек деді ғой. 18-ді көбейтеміз 2,5-ге, сонда 45 метр. Бізде жауабы 18 көйлекті тігіп шығу үшін бізге 45 метр мата керек екен. Үшінші есеп. Үшінші есепте велосипед доңғалағының диаметрі 60 см. Велосипед доңғалағы 5 айналым жасағанда қанша жерге барады? Мұндағы пи тұрақты сан 3,14-ге тең. Бізде дөңгелекті салайық. Диаметрді бір түсіндіріп кетейін. Диаметр деп отырғаным ол 2 еселенген радиус. Немесе радиусты радиуске қосатын болсақ, бізде диаметр шығады екен. 2 радиус. Енді бізге айтады. Диаметр 60 сантиметр. N тең 5 айналым. 5 айналым. Пи жоқ шамамен 3,14. Бізде С тең сұрақ, яғни
қанша жол жүреді деп тұр, иә? Енді мына дөңгелектің ұзындығы бізде с тең 2 пи r. Иә? Енді бізге n рет айналады дегендіктен біз n-ді көбейтеміз. Апарып орнына қояйық. Бірінші формуланы жазып алайық. 2 мен r-ді көбейтеміз. Бізде диаметр болды, иә? Диаметр көбейтілген пи көбейтілген n. Енді есептейміз. 60 көбейтілген 3,14 көбейтілген 5. Есептейміз барлығын. 942 сантиметр. Метрге айналдыратын болсақ, 100-ге бөлеміз. 9,42 метр екен. Сонымен жауабы 9,42 метр жол жүреді екен. Келесі 4-ші тапсырмада бізде былай дейді. Масштаб берілген. 1 бөлінген x бізде масштаб берілген. 1 бөлінген 2.500.000. Енді айтады, екі картадағы өлшем 6 сантиметр. Енді сұрақ, жер өлшемі қанша? Бізде не беріліп тұр? Қашықтық деп тұр, иә? Енді біз ең соңында километрге айналдырайық. Шешуі, картадағы өлшем жердегі өлшем тең болады 1 бөлінген x-қа. Осы формуланы қолданамыз. Шешуі, енді бізде не деп тұр? Картадағы өлшем бар 6 сантиметр. Енді бізде жердегі өлшем белгісіз болып тұрғандықтан оны x сантиметр дейміз. Мына жерге 1 бөлінген 2.500.000. Сантиметр мен сантиметр қысқарып кетеді. Енді бізге x тап десе, біз мұна x пен 1-ді көбейтеміз, мұна 2-ін көбейтеміз. Сонымен x деп отырғанымыз 6 көбейтілген 2.500.000. 2.500.000. Көбейтейік. Alt жердегі 25-ім менде 150 болады, иә? 150 болады. Артындағы 5 нөлді тіркейміз. 1, 2, 3, 4, 5 сантиметр дейміз. Енді бізге километр табу керек болып тұр. Сантиметр мен 1 километрде 1, 2, 3, 4, 5 бізде сантиметр бар, иә? Яғни 2,0 метрдікі, 3,0 километрдікі. Сонымен біз 5 нөлді шегереміз. Сонда 150 километр болады екен. Жауабы 150 километр. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар, достарыңызға таратыңыздар. Подписацияны басып қойыңыздар, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, келесі жаңа видеоларды көріп отыратын боласыздар. Жақсы, сау сәлеметте болыңыздар.